Ақселеу Сейдімбек «Тауға біткен жалбыз» шығармасы. Бұл таудың ілгергі жаугершілік замандағы аты Найзатас болса керек. Елімді беңгіреген ерлер осынау найзадай тік біткен жалаңаш жалғыз биіктің түстік жақ суырын жалдап шығып қарауыл қарайды екен. Бертін келе жаудың іргесі сөгіліп, ел ішіне тыныштық орнаған кезде әлгі жалғыз биікті жергілікті тұрғындар Саңғыру деп атайтын болыпты. Күні бүгінге дейін сол бір еселең тау Саңғыру деп аталады. Оның себебі жыл сайын жазға шыға Саңғырудың қиын-қия қосын қос бүркіт келіп жайлайды екен де, ұя салып жұмыртқа басып, балапан шығарып бір басы екеу болып қайта жүреді екен. Сонда Саңғырудың найза биігі әлгі бүркіттердің саңғырығынан ағарып жататын болған ғой. Көне көз қарттар айтып отыратын, Саңғырудың бүркіті қолға түспейді ғой, қолға түссе қанаттан өткен қыран болар деймісің деп. Сол тауға жылдағысындай биыл да жаз шыға қос бүркіт қанат бүкті. Алғашқы жұмыртқа басар айларында ұясын қызғанып, бой тазалап, көзге көрінбей, ұшып-қонып жүргенмен таудың ұшар басы құс саңғырығына ағара көрініп, олардың тіршілігінен хабар бергендей еді. Сонда жаз ортасы ауа, шөп буыны бекітіп, қыркүйек туар мезгілде әлгі бүркіттер ертерек-кеш дөңгелектей болып қалқып, тау үстіне жиі көрінетін болды. Оның мәнісін табиғатпен тілдес, аңсақ қарттардан сұрағанда, бұл бүркіт балапанның темір қанат болып есейгендей шағы ғой. Бұдан бұлай өз қанатымен ұшып, өз аяғын жемін ілмесе, бөдегісі шығып тоймайды. Сонан соң да дамыл көрмей жем тасыған енесі жиі-жиі көзге түсе береді. Шіркін, не керек дәуреніміз өтті ғой. Болмаса бұл кез деген бүркіт балапанның қолға түсетін мезгіл емес пе? Енесінің бауырында бұлдап боп жетілген балапанның жілік майы ғұмырынан үзілер деймісің? Деп армандай тәтті қиялдың ұшын немеурені елетін еді. Осы сөз намысқа тиді ме, әлде қыран құсқа құмар құлдың шоғырледі ме? Бір күн 3-4 рет жолдасымды ертіп алып, бүркіт балапанын алу үшін сыйланып жолға шықтық. Шар басы ауыл үстіне төніп тұрған Саңғыру сырт көзге жақын көрінгенімен оңайлықпен жеткізбейді екен. Ауылдан ерте-ақ шығып едік, сәске түседі әлдетінде таудың бауыздау алдына әзер еліктік. Бұл жер тал шілігі, бойының қайныңа қызыл-жасылды болып біткен суреттегі әдемі екен. Әсіресе табиғат, ананың реңін келістірер қыркүйек айында малына киінген сұлу сияқтанып, көздің жауын алады. Әрі қарай Саңғырудың қиын-қиял жалаңаш тас сауара басталатын болған соң, етектің саялы шалғынына демалып болмақшы болдық. Оның үстіне мал тұяғы тимеген мынау терең сайдың сұлулық көрінісі жіпсіз байлағандай еріксіз түсе тұрды. Дәл қазір тас төбемізден үңіле төніп тұрған Саңғыру биігі жаны бар, алып құбыжық сияқты. Тіптен сонау бір сергек тастан бастап, мына күтелене құлпырған тал теректерге дейін керек десең, біз жапыра аунап жатқан көкоры шалғыны мен тау бүйірін тесіп аққан күміс бұлаққа дейін осынау үн-түнсіз үңіле төнген алып құбыжықтың бір мүшесі тәрізденіп, қиялындап сан-саққа жүгіртеді. Таудан құлай ескен қоңыр леп терең шатқалда тұнып тұрған мың-сан үзіндіктің хош иісімен әлсін-әлсін шомылдырып өтеді. Мұндайда әсіресе жалғыз бен кекотының самаулы иісі көкірекке толып, өзіңді ынтықтыра шақырғандай болады. Мен шалғыннан басымды көтеріп, төңірегімді жалғыздың жапырағын іздеймін. Сол сәт әжемнің марқұмның «Тауға біткен жалғызым-ау» деп емешегі үзіліп отырған сәті есіме түседі. Бауыр етіндей баласын жалғызға теңеуде не сыр бар екен деп ойлаймын. Тезірек жалғызды тауып алғым келіп, төңірегімді шарлаймын. Тау жалғызды таптыра ма оңайлықпен? Таптырмайды. Мен орнымнан тұрған соң жолдастарым да шалғыннан бас көтеріп жолға қамданды. Кешікпей-ақ өңшең жас жігіттер Саңғырудың қия бетімен тәуделгендей ырғырып көтеріле бердік. Көтерілген сайын таудың өсімдігі сұйылып, оның орнына қанса шұп-шұбар болып бөрткен тастар алмастырып келеді. Әреде бұрын-соңды біліп көрмеген бітімдік білек көздер кездеседі. Саңғырудың кемер кезіккен екі-үш жерінде ентік баса отырып, шары басына шыққанда күнде жамасқа аунап қалып еді. Етекте жүргенде көкжиекті көрсетпейтін ұсақ шоқылар, сілемді жандар мына биіктің басына қарағанда су бетінің қабыршағындай боп қана аяқ астында қалады екен. Көз жер аралғандай көрініп, ұшып артып жатыр. Тау басына шыққан жанның дүниеден дидарын жаңа көргендей сұқтанатын әдеті. Сөйткенменен, нысана еткеніміз бүркіт балапаны. Біз уақыт алмай ұя іздеуге кірістік. Сүмбідей сүйірленіп біткен биіктің басы бірақ шыққан соң, онша көп табан тоздырғамыз жоқ. Кешікпей-ақ Саңғырудың батыс жақ қия бетінде кемерден бүркіттің ұясы да кездесе кетті. Өзі де қиын жерге салған екен. Осы пышақпен жонғандай тіп-тік жалма жалбыр бет. Жылтыр беттің шылбыр тастама төмендемегенде бүйірінде жылқышының қосық сиярдай кемес.
сол кемерге салынған ұя қанаттан басқаның тұяғы тиер емес. Одан әрі көзім түссе болды шыңырау, түйрен құс көріне қарай беріп суыра тартып басыңды шар көбелек айналдырып қоя береді. Байқаймыз, ұяда қара қанат болып, езі кіріп қалған жалқа балапан бар сияқты. Біз қия тастан ербейіп төмен үңілгенде, балдыр-бұлдыр етіп кемердің қуысына қарай шошына ығысып кетті. Сол сәт қорқыныш қуаныш араласа бөлек бір сезім бізді де шарпып өткендей еді. Ендігі ойымыз ұя басар бүркіт сайтандай-ақ сақайдай қалуымыз еді. Ауылдан алып шыққан Қылар хан мен менің беліме байланды. Айтқанша болған жоқ, жолдастарым табан тірей тұрып, арқанда суыда босатқан күйі кебеніне басып жеткізді. Алдымен көргенім ірі шөміштен салған бүркіттің жайсыз ұясы еді. Арқардың жамбас сүйегі, киіктің ортан жілігі, түлкі мен қоянның тұсас қаңқалары арбиып көзге көрседі. Ұсақ болып судырап жатқан құс сүйегінде де жік жоқ. Тіпті мына ұяның шөмшегінен гөрі қураған қаңқа сүйектердің көп екенін енді байқағандаймын. Осынау қалың қаңқаның ішінде дөңкелген табандай болып тасбақаның сауыты да жатыр. Мен өз көзіме өзім сенбей сауытты аударып көрдім. Кәуделігі тасбақаның сауыты бұж-бұж болып қапшақтана қурай бастапты. Бұл өңірде тасбақаның болмайтыны анық. Ең жақын дегені туы сонау 300-400 шақырым жердегі шу бойының тұман кездессе керек. Мына сары үрпек балапанның жұдырықтай бөтегесі толтыру үшін енесі осынша керемет еңбек сіңіреді екен-ау. О, шіркін, ақылға сыймас. Асқар құлаш ұрғызатын тәтті тіршілігі ай десеңші. Менің көз алдыма таңынан созып, топшысын талдырып, ұрпақ үшін жанын азапқа салған ұябасар бүркіт елестеді. Жай елестеген жоқ, ертегілерде айтылатын шыңырау атты самұрық құс сияқтанып, дәл қазір қанатын дауыл естіп, көзінің жас нөсер болып, айшылық ал шериден ұрпағым деп емешесі үріліп келе жатқандай көрінеді. Біртүрлі бойым шымырлап кетті. Бұл кезде кемер тастың жұқпалына қыса жабысқан бүркіт балапанында маған айбат шеге сылдап жатсынған шырай танытумен болған. Арқасын ақпар жасып беріп, қауырсына қата бастаған қара қанатымен жер тіреп жұталып қалған біз тұмсығынан сақ-сақ еткізді. Жырта қарыс тигізуінің сарғыш табы әлі де қайта қоймапты. Қалай екенін қайдам, бір түрлі толғу үстінде жаңағы тасбақаның сауытына тағы да мойын бұрдым. Сонан соң өзіммен өзім дегбіріп, біреу асықтырғандай сауытты көтердім де балапанды салуға шыққан қапқа құйып жібердім. Тап бір ұрлық жасағандай бұл қылығымнан өзім ұялып та қалдым. Әлі қаптың аузын бұлай өзімше бір үлкен ыстырғаны тарт дедім. Арқан қимылдап көтеріле берді. Осынау сәт қиын-қида менің қимасым қалып бара жатқандай, енді қайда баларым, мына сары үрпекті көрмеспін-ау деген ой жаныма құлазытып, жүрегімді шым еткізгендей болды. Мен дереу еңкейіп, тым болмаса бір аялайыншы, алақанның жылы табан жадында қалсыншы деген ниетпен балапанға қолымды создым. Сол-ақ екен желкен жүнін үрпитіп, шегір көзін шақшитып, тіксіне шімінген тірек леп ұмтылған бетінде қолымды шоқ-шоқ үлгеріп алған еді. Өткір тұмсығының қышыры мол екен. Қолымна бір жапырақ рет шылбығандай жаныма батып жіберді. Бұл екі арада сумалай тартылған Қылар хан тыңдай керіліп, жоғары көтеріле бастады. Мен тасшық қылына біткен бір топ жалбызды жұлып үлгергенше, шын кемеріне табанымда көтеріліп үлгерді. Қыркүйек айында буыны қатып тоғысқан жалбыздың есі ерекше екен. Менің қазіргі сәттегі әрі-сәрі көңілім орнықтырғандай, осы бір шүйкедей ғана жапырақтың саумал есі сарайымды ашытып жіберді. Есіме тағы да әжей марқұмның «Тауға біткен жалғызым-ау» деген өті сөзі қатты есіме түсті. Есіме түсу мұң екен. Қолымдағы жалғыз елбіріп, саусағы созылған әжемді елестетіп тұр. Ұсақ түк басқан қара көк жапырақтар көзіме келеді. Жалғыздың да буыны босағандай, 62 тамыры ергенде жұпар есіме ағыл-ағыл шымылдап жатыр. Әжей марқұмның «Тауға біткен жалғызым-ау» деп отыратын сөзінің қадір-қасиетін тек қазір ғана, мына қиын-қиямен жоғары тартылып бара жатқан сәтте түсінген сияқтымын. Жүрегім бір түрлі елжіреп кетті. Мен ендігі мейірімді әжем, мәңгі өлмейтін әжем мына мүлгіген тылсым табиғат сияқты қолымдағы жалғыз әжемнің ақ төсін аймалап, мұңсыз қамсыз кездерімді еске түсіреді. Мен балапанды алып қайтпағаныма тіпті де өкінгенім жоқ.